Благодарю, Ботагөз. Қазақстан Республикасы президенті жанында орталық коммуникациялар қызметі тікелей эфирде өз жұмысын бастайды. Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгінгі өтетін баспасөз мәслихаты тәуелсіздіктің 30 жылдығы аясында игі істер марафоны жалпы ұлттық жобасын өткізу туралы болады. Біздің алаңға келген спикерлермен таныс болыңыздар. Азаматтық қоғам істері комитетінің төрағасы Мадияр Дүйсенбайұлы Қожахмет. Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы басқарма төрайымы Лима Диасқызы. Құрметті спикерлер, еліміздің басты медиа алаңына қош келдіңіздер. Алдымен сөз кезегі Мадияр Дүйсенбайұлы өзіңізге беріледі. Саламатсыз ба? Рахмет сізге. Қайырлы күн, құрметті қатысушылар. Барлықтарыңызды келе жатқан мерекемен құттықтай отыра бүгінгі баяндамамды бастауға рұқсат етіңіз. Құрметті журналистер, бүгін іс-шара Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай ұйымдастырылып отыр. Өздеріңіз білетіндей, 2020 жыл мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен волонтер жылы деп жарияланған болатын. Өткен жылды президентіміз табысты жыл деп атап өтті. Ол жылы еліміз ғана емес, бүкіл әлем тарихында күрделі кезеңдерін басынан өткергеніне қарамастан ондаған мың қазақстандықтар мейірімділігін, қайырымдылығын арқасында қайырымды істердің жалпы ұлттық идеясын шындыққа айналдырды. Волонтерлікті дамыту саласындағы оң тәжірибені жалғастыра отырып, биыл біз мемлекет басшысының игі істер марафоны жобасының аясында бастаманы жалғастырып отырмыз. Волонтер жылы тәуелсіз Қазақстан тарихында басты және сонымен қатар маңызды оқиға болды және іс жүзінде волонтерлік сөзінің басымдылығын дәлелдеді. Волонтерлік біздің азаматтарымыздың бір-біріне жанашырлығын, адамдардың және жалпы туған еліміздің тағдыры үшін жеке жауапкершілік сезімін оятып, үлкен нәтижелерге жеткізді. Біз бір күнтізбелік жыл ішінде волонтерлік қызметке қатысатын азаматтар мен ұйымдар санының тұрақты өсіп, олардың қатысуымен іске асырылатын бағдарламалар мен жобалар ауқымын арта түскенін көріп отырмыз. Осы уақыт ішінде волонтерлік ұйымдар мен топтардың саны 3 есе артып, 600-ден астам ұйымдарға айналдырды. Тұрақты волонтерлер саны бірнеше есе өсіп, бүгінде 180 мыңнан астам адамды құрап отыр. Бүгінде волонтерлік бүкіл әлемді дүр сілкіндірген пандемия қаупіне қарсы тұратын маңызды факторлардың бірі болғаны сеніммен айтуға болады. Осы қиын кезеңде еліміздің волонтерлері 500 мыңнан астам адам тартылып, 1 миллионнан астам азаматқа әртүрлі көмек көрсетті. Волонтерлікті дамытудағы ең маңыздысы бұл мемлекет пен қоғамның бірге жұмыс істеуі. Біріншіден, біргеміз волонтерлік республикалық фронт офисі және оның 17 өңірлік офисі сипатында волонтерлік қозғалысты дамытуға арналған инфрақұрылым. Бұл барлық волонтерлік ұйымдар мен топтардың біріктіруіне мүмкіндік берді. Волонтерлік саласындағы жаңалып Казволонтир KZ бірыңғай платформасы атауға болады. Бүгінде бұл платформада 47 мыңнан астам волонтер тіркеліп, 3 мыңнан аса ұйым жұмыс істеп келе жатыр. Бұл ақпараттық ресурс саласындағы алуан түрлі жобалардың ұйытқысы болды. Екіншіден, біргеміз жалпыұлттық жобасы шеңберінде 7 бағыт бойынша волонтерліктің тұтас жүйесі қалыптастырып іске асырылып келе жатыр. Бұл сабақтастық бағыты, саулық бағыты, таза әлем, асыл мұра, қамқор, білім, үміт бағыттары болып отыр. Аталған бағдарламалар 7 мыңнан астам волонтерлік қамтып, волонтерлер қозғалысының айқындаушы векторы болып табылды. Азаматтарға кеңес беруде 3,5 мыңнан астам волонтер, заңгерлер, адвокаттар, нотариустар және заң факультеттерінің студенттер қатысып, олардан 7,5 мыңнан астам адам кеңес алды. Үшіншіден, күн тәртібіне волонтерлерді ынталандыру мәселесі қойылды. Осы мақсатта заң шығарушы жұмысы жүргізілуде. Онда жоғары оқу орындарының арнайы орта білім беру мекемелеріне түсу және азаматтық қызметке кіру кезінде басымдық алу бөлігінде волонтерлердің құқықтарын кеңейту ұсынылып отыр. Сонымен қатар зейнеткерлікке шығар кезде волонтерлік қызмет өтілін есепке алу, мемлекеттік мүлікті алуға жеңілдіктер ұсыну мәселесі де қарастырылып жатыр. Волонтерлер жылы аясында алғаш рет жыл волонтері халықаралық сыйлығы тағайындалды. Өткен жылы оны Қазақстан, Ресей, Қырғызстан және басқа елдерден келген 48 белсенді волонтерлер алды. Халықаралық волонтерлікті дамыту бойынша жұмыстар белсенді түрде жүргізілуде. Бүгінгі таңда Біріккен ұлттар ұйымы жүйесінде Қазақстаннан 71 волонтер қызмет етіп келе жатыр. Оның ішінде 42 әйел және Қазақстан Республикасы ақпарат және қоғамдық даму министрлігі мен Біріккен ұлттар ұйымы арасындағы әріптестік туралы келісім негізінде 7 волонтерлер арнайы ұйымның агенттіктерінде жұмыс істеп келе жатыр. Қазақстан мен Ресейдің волонтерлік ұйымдары көшбасшыларының қатысуымен волонтерлік кеңес жұмыс істейді. Бүгінде осы кеңестің отырысы өтеді. Өткен жылы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының 75-ші
мерекелік сессиясында алдағы жылдардың бірін волонтерлерді жұмылдыру халықаралық жылы деп жариялау туралы бастама көтерді. Бүгінгі таңда жауапты министрліктер мен Біріккен ұлттар ұйымының оны ілгеріту бойынша жұмыстар жүргізіп келе жатыр. Атап айтқанда, даму мақсатында еріктілер жұмылдыру халықаралық жылын жариялау туралы Біріккен ұлттар ұйымы тиісті қарарын қабылдау мәселесі қазіргі таңда қарастырылуда. Сонымен қатар мемлекет басшысының тапсырмасына бойынша ағымдағы жылы орта мерзімді кезеңге арналған тұжырымдамалық қадамдарды көздейтін волонтерлік дамытудың 21-23 жылдарға арналған арнайы жол картасы әзірленіп, өткен жылғы волонтерлер жылының жалғасы болып табылады. Қазіргі таңда жоба Қазақстан Республикасы үкіметінің қабылдауы үстінде. Президент волонтер жылының жабылу салтанатында Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығын мерекелеуде орай жалпыұлттық деңгейде қайырымдылық істер марафонын ұйымдастыруды ұсынды. Осыған байланысты Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі ақпан айының басында қайырымдылық істер марафонының жалпыұлттық жобасын іске қосып, қазіргі таңда іске асырылып келе жатыр. Марафонға қатысуға мемлекеттік органдар мен қоғамдық ұйымдар, бизнес, жоғары оқу орындарының мен мектеп өкілдері қатысып, сондай-ақ азаматтық қоғам институттары да жергілікті жерлерде бастама көтеріп, игі істердің жалпыұлттық акциясына өздерінің үлкен үлестерін қосуда. Министрлікпен бірге азаматтық бастамаларды қолдау орталығы да аталған акция негізгі ұйымдастырушылары болып отыр. Және көптеген жұмыстар солардың үйлестіруімен іске асырып келе жатыр. Осыған байланысты осы акция туралы толығырақ менің әріптесім айтады. Рахмет. Үлкен рахмет айтамыз. Лима Диас қызы, сөз кезегі өзіңізде, мархабат. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. 2020 год оставил мощную инфраструктуру волонтерских организаций и волонтерских объединений и желание казахстанцев помогать друг другу в сложной ситуации и потребность в проявлении добра. И инициатива, которую предложил глава государства на церемонии закрытия Года волонтеров, была подхвачена, и марафон добрых дел – это общенациональное движение, которое объединяет сейчас и организации, и людей, простых казахстанцев. Сама суть марафона добрых дел заключается не в том, чтобы мотивировать людей быть добрыми, заниматься добром, потому что в каждом казахстанце живет эта потребность. Организационный комитет в лице Центра поддержки гражданских инициатив выступает административным, организационным и методологическим организатором, координатором всей акции. Мы стремимся к тому, чтобы добро в разных формах стало частью жизни каждого казахстанца вне зависимости от возраста и социального статуса. Сейчас, чуть больше месяца спустя с официального старта марафона добрых дел, поддержали эту инициативу более 60 неправительственных организаций и представителей малого и среднего бизнеса. Национальные холдинги, квазигосударственные и частные корпорации, благотворительные фонды, частные фонды, общественные организации разных форматов, волонтерские группы, представители вузов и колледжей и, конечно же, акиматы каждого региона нашей страны уже являются активными членами движения «Марафон добрых дел». Стоит отметить, что основным корнем и основным центром, ядром марафона добрых дел являются, конечно же, волонтеры. Часть национальной волонтерской сети, то есть состав национальной волонтерской сети, 47 тысяч волонтеров ежедневно на протяжении месяца помогают всем желающим участникам марафона скооперироваться, дают информационную поддержку, дают методологическую помощь и дальше планируют мероприятия на каждый месяц текущего года. Самым активным регионом стала Восточно-Казахстанская область. На сегодняшний день там было проведено 345 мероприятий. Всего же в рамках марафона добрых дел, разноформатных акций, мероприятий или запущенных проектов мы уже насчитали свыше 1500. И около 2 миллионов человек стали активными участниками марафона добрых дел. Добрые дела и добро бывают разными.
можно оказать помощь либо нуждающимся, почистить снег, убрать улицы, сдать кровь, посадить дерево, сделать пожертвования в благотворительный фонд и многое другое. И всем этим занимаются участники марафона, и общественные организации и волонтерские организации подсказывают каждый день участникам марафона, как можно быть полезным обществу, либо своему коллективу, либо своему городу или аулу. Например, в рамках марафона добрых дел в 4 городах Казахстана, в городе Нур-Султан, Караганда, Темиртау и Семей, была проведена экологическая акция «Эко-Асар» марафон добрых дел. Также в апреле планируется масштабная акция по посадке деревьев Фондом развития общественно значимых инициатив в городе Нур-Султан. В социальных сетях организаторами марафона ведется ежедневная рубрика «Советы добра». Это идеи и советы добрых дел, которые каждый из нас может совершать ежедневно. В ближайшие месяцы в рамках марафона добрых дел планируется проведение ряда мероприятий. Например, 18 марта мы планируем День добра, приуроченного к празднованию Наурус Мерама. С 15 по 21 марта будет проходить экологическая неделя добра с акцентом на проведение экологически ориентированных мероприятий. Также запускается серия конкурсов «Самый добрый». И первый конкурс мы стартуем в апреле «Самый добрый регион». И приглашаем все области принять активное участие в этом конкурсе. Также с апреля на базе Центра поддержки гражданских инициатив запускается серия бесплатных тренингов для неправительственных организаций и волонтерских организаций «Уроки добра», где лучшие тренеры будут обучать принципам фандрейзинга, организационного планирования, работы некоммерческих организаций и различным навыкам, которые полезны в фандрейзинге и работе благотворительных инициатив. Мы хотим, чтобы о ваших добрых делах знали как можно больше людей, и чтобы это добро, оно распространялось по всему Казахстану, правильное добро и вот эти эффективные инициативы, поэтому мы освещаем все мероприятия, которые проходят под эгидой марафона добрых дел в социальных сетях марафона. Нам оказывает очень большую поддержку Министерство информации и общественного развития, а также республиканские, частные и государственные средства массовой информации. Поэтому мы предлагаем и приглашаем представителей бизнес-сектора вовлекаться в марафон для того, чтобы рассказать о корпоративных социальных инициативах, которые реализуются уже или только запускаются в рамках марафона добрых дел. Что же будет дальше? Мы разрабатываем календарь добрых дел, в котором будут отмечены тематические гуманитарные и социально ориентированные международные и национальные праздники. Календарь послужит некой подсказкой для участников марафона добрых дел. И с помощью этого календаря можно будет планировать акции, отмечать или фиксировать ваши ежедневные добрые дела и поступки. Приглашаем принять участие всех казахстанцев, присоединиться к общенациональному движению и быть примером для других. На экранах ваших доступны ссылки на социальные сети. Просим размещать информацию о ваших больших или маленьких добрых делах с хэштегами, которые вы видите на своих экранах. И надеемся, что эта акция поможет кого-то смотивировать, кого-то организовать, а где-то масштабировать и усилить те добрые начинания, которые вы совершаете. Спасибо большое, Рахмет. Благодарю вас, Слима, за подробную информацию. Волонтер болу жүректің батырлығы. Яғни бүгінгі күннің батыры болу үшін жасты, мезгілді, қандайда да бір талапты қажет етпейді. Дегенмен де осы волонтерлікке байланысты, бүгінгі тақырыпқа байланысты біраз сұрақтарымыз бар. Волонтерлікке азаматтарды тартуға қандай ынталандыру шаралары қарастырылған сіздерде? Рахмет. Қазіргі таңда енді волонтерлік біріншіден бұл өз еркімен осындай шешім қабылдап жүретін азаматтарға арналғандықтан арнайы енді қолдау шаралары қарастырмам, бірақ дегенмен осы жұмысты ары қарай қауіпсіздік және мысалы өзінің қаражатын жаратпау мәселесінде біз жұмыстар қарастырып отырмыз. Біріншіден бұл волонтермен қызмет жасап жатқан адамдардың еңбек өтілі саналу мәселесі қазіргі таңда қарастырып отырмыз. Екіншіден қазіргі таңда студент жастар
осы қаз волонтер сайтында тіркелген студент жастар осы платформа аясында жұмыс істеген уақыттарын оқу кредиттері жабуға мүмкіндік беретін туралы жұмыс жасалып жатыр. Сонымен қатар қазіргі таңда заң жобасында естеліп отырған осы волонтерлық ұйыммен айналысатын ұйымдарға арнайы салық жеңілдіктерін беру мәселесі де қарастырылып отыр. Біздің ойымызша бұл мәселелер жалпы волонтерліктің ары қарай жүйелі түрде жұмыс істеуіне және ресми түрде жұмыс істеуіне мүмкіндік береді деген ойдамыз. Өйткені қазіргі таңда енді жылдан жылға күннен күнге волонтерлер саны өсіп келе жатыр. Сондықтан осындай қолдаулар орынды және пайдалы болады деген ойдамыз. Жауабыңызға рахмет. Ал волонтерлік бойынша толық ақпаратты қайдан алуға болады? Волонтерлік бойынша толық ақпарат қазіргі таңда біз осы ақпараттық платформа ұйымдастырдық. Оның аты kazvolonter.kz. Ол жерде волонтерлік қызметпен айналысам деген адамдар тіркеле алады. Өйткені көптеген шаралар сол платформа аясында орналастырылған. Тек қана өзі іздемей, мысалы ұйымдасқан топпен бір жаққа барам десе, осы ақпараттың бәрі осы платформада бар. Қазіргі таңда 47 мыңдай адам осы платформада тіркелген. Сонымен қатар 3 мыңдай ұйым осы платформада тіркеліп, өздерінің шаралары туралы үндеулерін, өзінің шараларын туралы хабарламаларын осы платформада орналасқандықтан бір-бірін тауып, мысалы тек қана барлық ақпарат сол жерде бар деп айтуға болады қазіргі таңда. Рахмет. Уважаемые спикеры, у нас от представителей средств массовой информации есть пара вопросов. Позвольте их вам задать. Агентство Казинформ Муратбек Макулбеков спрашивает: в марафоне добрых дел могут ли участвовать соотечественники наши, которые проживают за рубежом? В том числе этнические казахи, кандасы или казахстанцы, которые работают и живут не в Казахстане? Лима. Пожалуйста. Да, спасибо за вопрос. Конечно, безусловно, наши соотечественники, проживающие за пределами Республики Казахстан, должны присоединиться к марафону. Нет никаких территориальных ограничений. Одной из больших глобальных целей, меч, так сказать, которые организаторы марафона ставят перед собой, это вовлечение не только казахстанцев в марафон, но и других стран. Поэтому мы с радостью будем принимать те инициативы, которые будут проявлять наши соотечественники. И более того, мы уже выстроили взаимодействие с фондом Утан Дастар, который, мы надеемся, выступит, может быть, нашим партнером и координатором этих инициатив как раз-таки за рубежом. Благодарю за ответ. Айжан Серікжанқызы Қазақпарат агенттігінен сұрап жатыр. Қайырымды істер марафоны осы жылмен ғана шектеліп қала ма, әлде келесі жылдары да өз жалғасын табады ма дейді. Мадияр Дүйсенбайұлы. Қайырымдылық істер марафоны ары қарай жалғаса береді. Өйткені бұл өткен жылдан бастап бұл шаралар тек қана халықтың арасында емес, мемлекеттік деңгейде, ұлттық деңгейде қолдау тауып, қазіргі таңда іске асып жатыр. Оған арнайы, мысалы, ұйымдастырушылық көмек те жасалып жатыр. Сондықтан да бұл жұмыстың нәтижелігін біз өткен жылы көрдік және биыл да көріп жатырмыз. Бұл, мысалы, қыстың қиын кезеңінде, мысалы, волонтерлер бір-біріне көмектесіп жатқан кезде. Сондықтан да бұл марафонның ары қарай жалғасу сөзсіз. Сондықтан да бұл бастамалар жалғаса береді. Сонымен қатар қосымша айтатыным, енді баяндамамда айтып кеткендей, Біріккен ұлттар ұйымы аясында біздің президентіміз бұл волонтерлік бастаманы тек қана ұлттық деңгейде емес, халықаралық деңгейде де көтеріп, волонтерлердің жұмылдыру жылын келесі жылдардың бірі осындай жыл деп жариялауға септігін тиді. Сондықтан да осындай шаралардың, бастамалардың бізді елден шығып, тек қана осы еліміздің аясында емес, жалпы халықаралық деңгейде іске асуда бұл жылдың жариялануына септігін тигізеді. Сондықтан да бұл жұмысты біз өзіміз тарапынан жалғастырып, басқа халықты осының шаралары қатысуға қайтадан шақырамыз. Рахмет. Және бүгінгі баспасөз мәслихатына келіп түскен журналистер тарапынан соңғы сұрақ болған. Лима, в завершении, пожалуйста, пресс-конференции резюмируйте коротко. Хотелось бы подчеркнуть, что марафон добрых дел – это не разовая акция, это не просто порыв, это системная работа, которая оставит наследие. И все материалы, уроки, методологические пособия для НПО, для бизнеса, для волонтеров, которые будут разработаны в ходе марафона добрых дел, они останутся в библиотеке знаний Министерства информации и общественного развития и будут доступны и станут подспорьем для всех в будущем.
Хотелось бы еще раз призвать всех казахстанцев без исключения присоединиться к марафону добрых дел. Неважно, бизнес, общественная организация, волонтер или домохозяйка, хотелось бы, чтобы это добро, которое живет внутри нас, оно находило свое проявление и в наших делах. Отдельно хотелось бы пригласить представителей средств массовой информации, помочь показать те добрые дела и начинания, которые казахстанцы запускают в рамках марафона, и активно освещать все акции, все мероприятия марафона. Спасибо большое. Благодарю. Құрметті спикерлер, осымен баспасөз мәслихатын тікелей эфирде біз тамамдаймыз. Құрметті қазақстандықтар, жүректің қалауымен волонтер болуға асығайық және игі істер жасаудан шаршамайық. Біз сіздермен қоштасамыз, келесі эфирде жүздескенше аман сау болайық.